қаси апайға қатты айттың ше, бірақ риза болдым, әкесі қылды. Айта алмадым. Жігіттер, бізді іште іздеп жатқан жоқ па? Может, ішке кіреміз? Досым, сен қатты қорқып барасың, бар, кіре бер, кітабыңды құшақтап, сабағыңды оқитын боласың. Батырдың жанында отырасың сосын. Жоқ, жігіттер, мен қорқып тұрған жоқпын, просто. Жаңа апай айтты ғой, Мәшһүр Жүсіп атамыздың жасынан, Абай атамыздың қаза болған жасын азайтқанда, менің жасым шығады деді. Мен соны дер кезінде айтпағаныма жаман өкініп тұрмын. Хоч бір өмірбаян оқымадым ғой. Ой, сен де бір, қойш, өмірі осындай. Кеттік одан жеттерді алға. Тасташы. Неге барлығың сабақтан шығып кеттіңдер? Апай, мен негізі шықпайтын ем, Қасым айтты. Шықпасаң тая жесін деді. Қасым, әлгі жігіт пе? Сенің атың кім? Менің есімім Батыр. Атам атымды Батыр болсын деп Батыр қойған ғой. Бірақ мен соның үдесінен шыға алмай жүрген сияқтымын. Батыр болу қайда? Неге олай дейсің? Қазір батырлық білекпен емес, ақылмен, білімділікпен, парасатпен өлшенеді. Сабақ үлгерім қалай өзіңнің? Менде барлығы жоғарғы баға. Сыныптастарым соған қарсы сияқты. Себебі мен бұл сыныпқа жақында жаңадан ауысып келгем. Сен уайымдама, барлығы жақсы болады. Әлі сен үздік оқушы боласың. Байқап отырмын сен үздік екеніңді. Әлі-ақ барлығы жақсы болып кетеді. Сыныптастарыңмен үйренісіп кетесің. Мен саған сенем. Саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Кешіріңіз. Қасымның айтқан сөзіне бола шығып кеткеніме. Енді қайталанбайды. Сәуле, бүгін өзіміз болып пицца жейікші. Иә, екеуміз болып отырмағалы біраз болды ғой. Мына мұғалімді миымызды ашытпаса болар, сабақта не үшін жоқсыңдар, анау-мынау деп. Дей берсін, маған бәрібір. Той, бірақ өткендегі апай, ата-анамды шақыр деп қанды ішпесе болар еді. Сен не, қорқып тұрсың ба? Жоқ. Данышпан, не болып жатыр? Ана жаңадан келген ақмақ бізді іздеп атқан жоқ па? Біз туралы әбден жамандап рахаттандың ба? Жоқ. Егер сұрап қалса, бізді көрген жоқсың. Ал егер директор сұраса, сабақта болдық. Түсінің ба? Жарайды. Не істейміз өзі кешке, не қыламыз сен? Иә, детей, көшеге шығамыз. Бай, не болып кеткен мұна класстың ше? Соны айтам. Али апайдың жұмысы ғой, ә? Походу сондай болып тұр ғой. Сыныптың бәрі не болып кеткен? Орындықта. Класс өзгерші ғой. Ой, а что тут происходит? Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі күнімізге сәттілік болғай. Рахмет, апай. Жап аузыңды, отыр. Оқушылар, барлығымыз бір сыныпта оқыған соң бір отбасындаймыз. Сол үшін бір-бірімізге сыйластық танытайық. Қане, барлығымыз мына орындықтарға жайғасып отырып алайық. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ хандары туралы. Қазақ хандары? Иә, Дилнара, таңғалатын ештеңесі жоқ. Қазақ хандары. Әрбіріміз өзіміз қалаған бір ханды таңдап аламыз. Әр таңдалған хан үшін өздерің жақсы көретін зат менен сыйлық болсын. Апай, магазинге барып келсем бола ма? Пончик, саған енді дүкенге барудың қажеті жоқ. Мен барлығын дайындап қойғам, қоңырауда берем. Енді мынау басқа әңгіме. Аида, сенің кешегі тиктоктағы видеоң маған қатты ұнады. Мен де түссем бола ма? Қойыңыз, сізбен түсірсем тағы. Просмотр азайып кетер. Лучше өзіміз-ақ түсіре берейік. Маған бар болған бір ғана мүмкіндік берсеңдер болды. Сол бір мүмкіндікте егер просмотрларын төмендеп кететін болса, онда Аида саған ең соңғы модельдегі iPhone алып беремін. Ал егер керісінше болса, онда сендер Алашордасы туралы толық түсінік айтып бересіңдер. Келістік пе? Жақсы, келістік. Сонымен, кім қай ханды таңдады? Керей хан. Иә. Жәнібек хан. Ұлы хан, Тәуекел хан, Жәнібек хан, Нұралы хан, Тәуке хан. Нұрхан. Нұрхан сенің бөлең емес па? Онда Кенесары хан. Аха, жарайсың. Мен не қарайсыңдар маған? Мен өзім Қасым хан.
Қараңыз. Шақыртыпсыз? Сіз не былықтырып жүрсіз, а? Мынау мемлекеттік емтиханға сыныбыңыздың бүкіл оқушы қатысады деп өтінім беріпсіз. Иә. Оны қалай түсінеміз? Оқушылардың барлығы қатысады емтиханға? Қалай қатысады? Қалай? Олар мына мектеп аралық емтиханның өзінен ең төмен балл жинайды. Ал мемлекеттік емтиханнан қандай балл жинайтынын білесіз бе? Бұл мектептің абыройына зиян. Мен ондайды қаламаймын. Ал балалар қалайды? Әлия Серікқызы, біз сонда емтихан тапсыра алмаймыз ба? Мен сонша дайындалып едім, қатысайықшы өтінемін. Күмән тапсырмайсыңдар деп, әрине тапсырасыңдар. Естуімше, директор бізді емтиханға қатыстырмайды сияқты. Бірақ қатыстырса, мен жоғарғы баға жинайтын едім. Әрине жинайсың. Рас па, апай? Ой, Әлия Серікқызы, мен математиканы ғана қиналып тұрмын, бірақ тарихтан жақсы баға жинай аламын. Мен саған сенем, сенің қолыңнан келеді. Әлия ханым, неге мен бір мойымда сұрақтар қойыңыздар десем, тек сабақтардың сұрақтарын қойыз. Жауап бере алмай қалсам, басқа күнінде ет деп, кітабы алып жүрмін ғой, инстаға. Сонымен қаншадан лайк басты дейсің? 1.600.000. Оның үстіне тағы да болса апаймен түсіріңдерші деп жатқандар бар. Жоқ, уже 1.800.000. Сосын апай мен Алашорда туралы толық жаттап алдым. Айда қазақтар жіберген соң мен де жаттап келдім. Біз енді емтиханға кірсек болады. Ой, жарайсыңдар. Міндетті түрде тапсырасыңдар. Сонда сендер Қарағандыдағы Алаш зиялыларының лагеріне өздерің барып қайттыңдар ма? Иә, апай, бізге шынайы етіп елестетіп көру шынында қызық болды. Не дегенмен тарих қой? Мә, Әлия ханым, мен сол Карлаққа кірген кезде кәдімгідей денем бәрі тітіркеніп кетті, олай айта алмадым сезімді. Сол ата-бабаларымыздың мына біздердің болашағымыз үшін қаза тапқандарын түсіндік. Бастысы осыны түсінгендерің үшін рахмет. Әрине. Сізге де рахмет. Иә апай, қазір тамақтан қарағанда сабаққа көп көңіл бөліп жүрмін. Енді пойшик жемеймін. Апай, біз емтихан тапсырамыз ғой, Мен толықтайын. Емтихан тапсырым келеді. Айтпақшы, сосын жаңа әнім жарыққа шығады. Сол сіздің қолдауыңыздың арқасында көптеген шабыт алдым. Рахмет сізге, Әлия Серікқызы. Қалайша сонда? Балалардың болашағына балта шауып, осыдан аяғына тұсау салсаңыз, сізді министрлікке айтатын болам. Солай ба? Жарайды. Ендеше, емтиханнан балаларыңыздың біреусі төмен бал алатын болса, бұл мектеппен қоштаса беріңіз. Боссыз. Білесіңдер ме? Мен бала күнімде қараңғылықтан қатты қорқатым. Тіпті ұйықтаған кезде жарықты жағып ұйықтайтын. Бір күн әкем маған, қызым, сен қорыққан нәрсеңе қарай қарсы жүгір деді. Дәл сол күні түнде далаға шығып қараңғыда отырдым. Сенесіңдер ме? Мен мүлде қорыққан жоқпын. Қорқыныш сезімім бойымда мүлде болған жоқ. Керісінше мен айға қарап рахаттанып, шабыт алдым. Сол секілді сендер де алдарында тұрған емтиханнан қорықпаңдар. Сендердің қолдарыңнан келеді, сендер болашаққа сеніммен қарап қалған, нақ сеніммен қарайтын жастарсыңдар. Мен сендерге үміт артам. Сендердің қолдарыңнан келеді. Әлия Серікқызы, біз сіздің үмітіңізді ақтаймыз. Жарайсыңдар. Мен сендерге бекерден-бекер сенім артпағаныма шын мәнінде көзім жетіп отыр. Сендердің қолдарыңнан келді. Шын мәнінде сендер өздеріңнің мықты екендерін дәлелдедіңдер. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Отырыңдар, жайғасыңдар. Бүгінгі емтихан тапсырушы сыныптардың арасында ең жоғарғы балл жинаған мына сіздер. 10-шы басындағы. Рахмет сіздерге. Жарайсыңдар.
Алия ханым, мен сізге және мына оқушыларға сенбегенім үшін сіз мені кешіріңіз. 10-шы Б сыныбы, алға! Жарасқан өзіңіз. Ал, құрметті Алия ханым, мынау қалалық білім басқармасы сіздің осы 90-дағы үздік нәтижелеріңіз үшін, осы оқушыларды үздік нәтижеге жеткізгенің үшін, осы 90-ның ең үздік мұғалімі ретінде танып отыр. Сол үшін сізге алғыс хат беріп отыр. Мен бала күнімнен мұғалім болуды қатты армандадым. Тіпті 1-ші, 2-ші сыныптағы дәптерлеріме жазғы демалыстарда сыныптастарымның аты жөндерін жазып, оларға өздігімнен тапсырма беріп, оларды өзім бағалап, журнал арнап, өз-өзіммен ойнайтынмын, қызық болатын. Үйдегі шешем тарих пәнінің мұғалімі. Оның педагогикалық өтілімі 30 жыл. Соншама жыл еңбек еткен анама қарап еліктеп, алдыма мақсат қойдым. Ақыры соған жеттім. Бірақ алдымнан бір кедергі шықты. Ол оқушылардың күйзелісі. Мен де басқа мұғалімдер секілді жай ғана тапсырмаларын беріп, тапсырмаларын қабылдап қана, бағаларын қойып, қағаз басты болып кетуіме болар еді. Бірақ менің оған арызданым жібермеді. Мен оқушыларымды сол тығырықтан шығарғым келді. Сол күйзелістен арылтқым келді. Сол себепті кешегі емтиханнан өте жоғары балл жинаған үшін барлық оқушыларыма алғыс білдірем. Жарайсыңдар. Сендер менің үмітімді ақтадыңдар. Және біздің сыныпта ең жоғары балл жинаған оқушылар олар Батыр, Сәуле және Қасымхан. Не, апай, рас па? Yes! Алия Серік қызы, сізде пончик табыла ма? Қарным ашып кетті.